Аға, сөзіңізді бөлейінші. Бүгін Рахат атамыз үйлі болды, естідіңіз ба? Рахат атамыз үйлі болды бүгін. Это бұл мен ақшам алған үй болды. Жоқ, қараңыз, келіңіз. Бұны кәсіпкер. Міне кәсіпкер алды. Үй жала жаппасаңыз шаға. Міне кәсіпкер берді үйді. Жоқ. Знаешь, Міне кәсіпкер берді үйді. Это біз варианттарды білеміз ғой. Это я же өзім біреу кәсіпкер. Бұл вариант айтты, ондай вариант. Мәссаған, сенбей Тәжғали деген кәсіпкер азамат осы Рахат атаның жұмыс берушісі. Бүгін енді Рахат атам үйлі болды десем, менің ақшама алған үй дейді. Өзіңіз көрдіңіздер енді. Ардақты ағайын, қуанышты сәтке бәріміз куә болдық. Міне атамыз баспаналы болды. Ол кісі кім, Тәжғали деген? Кәсіпкер ма? Жеке шаруашылығы бар. Жеке шаруашылығы бар. Таяуда сот болды ғой. Жаңа 100 малымды ұрлады деп сізді айып тақты. Мен айтайын 2019-да жасым келді, үлкейдім, шарықтадым, қайтам ауылға дедім. Сонан бастап бүйтіп бастатты. Қазір сіз 2019 жылы ол азаматқа болды мен мал бақпаймын, ауылға қайтам дедіңіз. Сосын ол сіздің артыңызға түсіп алды ма? Түсіп алды. Сонда амалы сізді ұстап қалу ма, қайтармай? Малай бүс керек қой, жібергісі келмеді. Малай керек? Иә. Мына үй тұрып аққан үй сіздікі ма? Менің атағымда. Бірақ осыны залогқа тық қойып отыр. кім тық қойды? Жаңа хозяин. Тәжғали ма? Тәжғали келіп мына үйден сізді шығарып жібере ала ма сонда? Сөйтіп айтты, айтып тұрған бара сағасымен қуып деп айтты. 10 миллион теңге қарызыңыз бар екен ғой. Ол не қарыз, соны айтыңызшы. Ол да жылқы, жүзбастың ішінде жылда. Жүзбастың ішінде жыл? Болды жұмысты қоям деген кезде ол кісі алады да, сіз маған 60 бас долженсіз деп ровд-ға заявление сүретқанда аштым. Тәжғали. Тәжғали, Елеуов Тәжғали. Содан әкемнің үстінен іс қоя күнде ровд-ға барады, ештеңе олар доказать алмады. Біздер үй салып отырып, бір күні шешем өзі келіп маған айтты, жаңағыдай. Мынау не қағаз деп, жаңағы екеуінің арасында келіскен расписканы көрсетті. Ана 60 бастың өтемі ретінде ана үйді алып, нотариуске барып, Қандыағаш қаласына соглашение толтырып, екеуі қойып, әкем мен шешеме қол қойдырып алған. Сіз қол қойған кезде қандай құжатқа қол қойып жатқаныңызды білдіңіз ба? Мен білдім, орысша жазған түсінген жоқпын. Жай қойып бере салдыңыз ғой. Иә. Мына екеуміз болдық. Келіншегіңіз болды ма? Иә, болды. Сіз ба, жұбайы? Сізге айтқан жоқ па, не құжатқа қол қойып жатқаныңызды? Маған айтқан осы қол қоймасаң сотталып кетеді деді. Осы декабрьде, сол 2019 декабрьінде үйіңді залогтан шығарып беремін, Рахат сотталып кетті, сол үшін қол қой деп. Біз түсінбейміз, орыс нотариус қой. Солай істеп, сосын мен қол қойып бердім, білген жоқ.